Науқас ретінде, егер дәрігеріңіз немесе зертханаңыз плазмоцитоидты лимфоциттер туралы айтса, қорқып немесе үрейленбеңіз. Бұл жай ғана қарапайым термин, бірақ алаңдауға ештеңе жоқ. Көптеген вирустық инфекциялар аздап аномальды лимфоциттерге әкелуі мүмкін. Лимфоциттер көптеген инфекцияларда, әсіресе вирустық инфекцияларда өрт сөндірушілер болып табылады. Бұл лимфоциттер вируспен күрескенде, оларда кейбір өзгерістер болады. Олар қалыпты лимфоциттен сәл өзгеше көрінеді. Бірақ ешқандай жағдайда плазмоцитоидты лимфоциттер қатерлі ісікпен байланысты емес. Олар тек сізде қандай да бір вирустық инфекция бар екенін көрсетеді. Кейде кейбір созылмалы инфекциялар кезінде де плазмоцитоидты лимфоциттер пайда болуы мүмкін. Сондықтан плазмоцитоидты лимфоциттердің дәлелі жақында вирустық инфекциядан қалпына келу мүмкіндігін білдіреді. Және сіз оның маңыздылығы туралы дәрігерлеріңізбен талқылауыңыз керек. Алайда жағдайлардың көпшілігі минималды емдеумен өздігінен шешіледі. Және бұл туралы үрейленудің қажеті жоқ.